Мұңайма, мұңайма, егер сен кедей болсаң, онда басқа біреудің аштықтан өлім алдында жатқанын, не қарызға батып, төле алмай, айласы құрып тұрғанын еске ал. Мұңайма, егер сенің көлігің жоқ болса, онда сен басқа біреудің басарға аяғы да жоқ екенін еске ал. Мұңайма, егер сен ауырып жатсаң, біреулердің көп жылдан бері төсектен еш тұра алмай жатқанын еске ал. Мұңайма, егер сен жақын адамыңнан айырылған болсаң, біреулердің бір мезгілде бірнеше бауырынан, не болмаса бірдей бүтіндей отбасынан айырылып қалғанын еске ал. Мұңайма, өйткені сен Аллаға, оның пайғамбарына, оның періштелеріне, қиямет күніне және жамандық пен жақсылық тағдырмен белгіленгеніне иман келтірген мұсылмансың. Ал енді қаншама адамдар Аллаға иман келтірмей, пайғамбарларды өтірікшілер деп, түсірілген қасиетті кітаптарды келемеждеп, қиямет күнін және тағдырды жоққа шығарам деп тентіреп жүр. Мұңайма, егер барлық адамдар жиналып алып, саған қандай да бір жақсылық жасағысы келсе де, олар Алла тағдырына жазғандай ғана жақсылық жасай алады. Ал енді егер олар жиналып алып, саған зиян тигізгілері келсе, онда олар Алла тағдырыңа жазғандай ғана зиян келтіре алады. Өйткені қалам көтерілген, сиясып кеткен деген хадисті еске ал. Мұңайма, өйткені қайғы мұң жоғалған нәрсені қайта орнына қоймайды, уақытты қайта артқа жылжытпайды, өліні тірілте алмайды, тағдырыңа жазылған нәрсені артқа қайтара алмайды және еш пайда бермейді. Мұңайма, өйткені өзіңнің қайғы мұңын және көңілсізденуімен сен шайтанды қуантасың. Мұңайма, біз пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам үлгі алуымыз керек емес пе? Оған Алла тағала мұңаймауға үкім қылған. Біз сенің көкірегіңді ашып, кеңітпедік пе? Мойныңдағы ауыр жүкті жеңілдетпедік пе? Беліңді қайыстырған ауыр жүкті жеңілдетпедік пе? Сондай-ақ есіміңді мақтаулы етіп, мәртебеңді көтермедік пе? Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Я, рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Ендеше, бір істі бітірген соң, бірден басқа іске кіріс. Сондай-ақ, қандай іспен айналыссаң да, әрдайым Раббыңа, оның разылығына қарай ұмтыл. Инширах сүресі 1:8. Мұңайма, өйткені қайғы мұң жан ауруының, пұшайымдықтың және денсаулықтың нашарлауының негізгі себебі. Мұңайма, сен де Құранның және Алланы еске алуың, оған дұғамен жалбарынуың және намазың, садақаларың және жақсы істерді жасауға мүмкіншіліктерің бар емес пе? Мұңайма, егер сен шынымен қайғыға ұшыраған болсаң, онда қолдарыңды түсірме. Бекершілікке және уайымға берілме. Бос және әрекетсіз болма. Керісінше, іске ынты-шынтыңмен кірісте, пайдалы нәрсемен шұғылдан. Намаз оқы, кітап оқы, жазу жаз, саяхатқа шық, қонаққа бар, үйіңді дұрыста, басқаларға жәрдем ет. Мұңайма, өйткені сенің жағдайындағы барлық нәрселер жақсылық. Иманды адамның ахуалы қандай таңғаларлық. Оның барлық ахуалдары ол үшін жақсылық және бұл имандыдан басқа ешкімге нәсіп болған емес. Егер қандай да бір жақсылық болса, ол Аллаға шүкір қылады және бұл ол үшін жақсылық болады. Ал енді егер оған бәле келетін болса, ол сабырлылық танытады және бұл дағы ол үшін жақсылық болады. Мұңайма,
Өйткені Алла тағала сабырлы және иманды кісіге ұлы сыйлықтарды уәде қылған. Алла оларды сол күннің кесапатынан сақтайды һәм оларды жүздері бал жанған шат-шадыман күйде қабылдайды. Сабыр еткені үшін оларға жәннатты нәсіп етіп, кіл сусылдаған жібек киімдер кигізеді. Жұмақта салтанатты орындақтарға шалқая түсіп, жайғасып отырады. Бұдан былай, олар онда күннің аптап ыстығын да, бет қарыған аязды да көрмейді. Оларға жәннат бақшаларындағы ағаштар саясын түсіреді және шоқ-шоқ жемістері қол созым жерде тұнып тұрады. Олардың маңынан айналсоқтап шықпайтын жұмақ қызметшілері оларға күміс ыдыстар мен мөп-мөлдір қадақтармен зыр жүгіріп, алуан түрлі сусындар тасиды. Ішетін сусындарының түрі мен мөлшерін өздері белгілейді. Оларға хош иісті һәм сондай ләззатты жұмақ дәмдеуші зәнжабил қатылған сусынға толы қадақтар ұсынылады. Бұл сусындар байыппен үздіксіз ағып тұратын сәл-сәбил атты бастаудан құйылады. Мәңгі бақи балғын, пәк қалпында қалатын жұмақтағы жас балалар жұмақтықтардың маңынан айналсоқтап шықпай қызмет етеді. Оларды көргеніңде жан-жаққа шашылған інжу екен деп ойлап қаласың. Қай жаққа қарасаң да қиял жетпес нығметтер мен зор сән салтанат көресің. Олар үстіне үлбіреген жасыл жібек пен атластан киім киіп, сәнді күміс білезіктер тағынады. Раббылары оларға тап-таза шарап ішкізіп, ерекше сый көрсетеді. Міне, мұның бәрі сендерге арналған сый-сияпат. Осылайша дүниедегі ерен еңбектерің ақталды. Инсан сүресі 11-22-ге дейін. Мұңайма, қабағы қатулана түскен қара бұлттар, қаптаған қара түн жап-жаңа жарық күнмен ауысқаны сияқты. Қара бұлттар таралып, күн ашылып жатқанын қанша мәрте көрдің ғой, шын ба? Сондай-ақ саған келген сынақтар мен қиыншылықтар да кетеді. Бәлелердің орнына нағыз жақсылықтар келеді. Мұңайма, егер сен күнә жасасаң, тәубе жаса, жаратқаннан кешірім сұра. Егер сен бір жаман іс жасаған болсаң, Алладан кешірім сұра. Егер сен қате жіберсең, оны дұрыста. Тәубе есіктері ашық, жаратушы мейірімді және қайырымды, кешірім беріледі, дұғалар қабыл болады. Мұңайма, бәле-кесапаттардың және сынақтардың ең кемінде 3 ғибараты бар: сабырлы болу, дұға қылып Аллаға жалбарыну және құтылуды күту. Мұңайма, әлбетте қайғы, мұң, ұйқысыздықтан, жүйкенің жұқаруынан және уайымнан басқа еш нәрсе алып келмейді. Мұңайма, әрдайым жаман жай күйден шығудың жолы бар. Жеңілдік келеді, құтылу келеді. Алла тағала өзінің ақ ниетті құлдарын жәрдемсіз және қолдаусыз қалдырмайды. Мұңайма, жақсылықтан үміт етіп, ешқашан өлмейтін тірі Аллаға тәуекел ет. Мұңайма, Алланың мейірімінен үмітіңді үзбе. Оған қорқумен, үмітпен жалбарын. Оның ризалығына және сыйлығына ұмтыл. Сонда сен екі дүниеде де бақыт табасың. Мұңайма, жақсылық жаса, басқаларға үлгі бол және ауыр сынақтарға тап болғанда сабырлылық пен табандылық көрсеткендерге қара. Мұңайма, бақыт жақын, әрдайым бақытты болуға болады. Бақытты болғысы келгендер үшін қарапайым ережелер. Егер сен бүгінгі күнмен өмір сүрудің орнына өткен шақпен келешек туралы көп ойланатын болсаң, бұл саған қайғы, мұң және мазасыздану алып келеді.
Сондықтан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: егер сен таңға шейін өмір сүрсең, онда кешке өмір сүретініңді күтпе. Ал енді кешке шейін өмір сүрсең, таңға шейін өмір сүретініңді күтпе. Өткенді оның уайымдарымен және қайғыларымен қоса ұмыт, және бір талай уақыт өтіп кеткен нәрсе туралы ойлағанды тоқтат. Өйткені бұл жоқ дегенде ақылсыздық және сенің уақытыңды, әл күшіңді алады. Келешекте болу мүмкін деп есептелген жорамалдармен өзіңді уайымға салма. Сынға байсалдылықпен мәміле жаса. Өйткені сын басқалар байқаған бір нәрсені жасағаныңды білдіреді. Аллаға иман келтіріп, жақсы істерді жасау бұл бақытты өмірдің нағыз өзі. Кім тыныштықпен тебіренсіз десе, Алланы көп-көп еске алсын. Барлығы тағдырға жазылғанын ұмытпа. Ешкімнен ризалық күтпе. Жамандыққа дайын бол. Сонда сен оны байсалдылықпен, сабырлықпен тосып аласың. Егер жамандық сен күткендей болмай қалса, онда сен еш нәрсе болмағанына, не кесел-кесапаттың көлемі сен күткеннен қайда аз екеніне сүйінесің. Кенет жағымсыз бір нәрсе бола қалса, онда бұл жамандықта да өзің байқамаған жақсылық бар болу мүмкін екенін ойлан. Алла не жасаған болса да жақсылыққа жоры. Саған Алла тағала берген жақсылықтар туралы ойлан, және олар үшін ризалығынды білдір. Басқа көптеген адамдарға қарағанда өзің көп нәрсеге ие екеніңді ойлай жүр. Қиыншылықтан құтылу сөзсіз келеді, және жеңілдік сөзсіз болады. Бәле-кесапаттардың оң ықпалы да бар. Олар пендені күмәнсіз екі дүниеде де пайда алып келетін амалға, жаратқанға шын жүректен дұғамен жалбарынуға мәжбүр қылады. Сынақтар кісінің көзін көптеген мағыналы ақиқаттарға ашып, оны шыңдайды. Әлбетте, қиыншылықтардан кейін жеңілдік келеді. Болар болмас нәрселер үшін уайымдама. Мағынасыз нәрселерге уақытыңды құртпа. Ашуланба және тағы бір мәрте ашуланба. Әлбетте, Алла кешірімді, Алла мейірімді. Өмір сүру үшін кісіге көп нәрсенің де керегі жоқ. Және егер сендегі нәрселер жетпейтін болса, одан көп нәрсе жоқ екеніне мұңайма. Сендердің ризықтарың және сендерге уәде қылынған нәрселер аспанда. Адамдар қауіптенген нәрселердің көпшілігі болмай қалады. Сынақтарға душар болып, оларға сабырлық қылғандардан үлгі ал. Әлбетте, Алла тағала сүйген кісілерін сынақтарға салады. Еңбектен, пайдалы іспен шұғылдан, жақсы істерді жаса. Әрбір минутыңды текке жіберме, және бос уақытың қалмай қалу үшін әрекет жаса. Өсектерге қарама және оларға сенбе. Жаратқанға жалбарып, қиыншылық келген уақыттарда оған дұғалармен көп-көп сыйын. Ашулану, көре алмастық және өш алуды аңсау дұшпаныңа қарағанда өзіңнің денсаулығыңа көбірек зиян келтіреді. Соны ұмытпа. Саған келген сынақтардың бәрі өзіңнің күнәдан тазалануыңа негіз болады. Дәрі және қарапайым шындық. Бір данышпан ауыр сынаққа ұшырайды. Сонда оған діндес бауырлары көңілін көтеріп, қолдап қойғалы келеді. Данышпан оларға: әлбетте, менде 6 түрлі дәрі бар, деді. Зияратшылар одан: ол қандай дәрілер? Деп сұрады. Ол:
Біріншісі Алладан ғана үміт ету. Екіншісі болатын нәрсе сөзсіз болатынын білу. Үшіншісі сабыр. Бұл сынаққа тап болғандар үшін ең жақсы дәрі. Төртіншісі сабыр сақтаудан басқа айланың жоқтығын білу. Мен сынақты қайғы мұңмен тереңдеткім келмейді. Бесіншісі сынақ бұдан да ауыр болып қалуы мүмкін деген түсінік. Ал алтыншысы құтылу сөзсіз келерін білу. Ең қарапайым шындық, хан сарайда бақытсыз болғанша, лашықта бақытты болған әлде қайда жақсырақ. Ақиқат сын. Егер саған біреу сын айтып айыптап жатса, оған қапа болып ашуланба. Сынды сені көре алмаған біреу емес, ниеті түзу кісі айтып жатса, онда одан саған зор пайда келу мүмкін. Біз өзіміздің ішіміздегі, шығармашылығымыздағы және уақытша тұрмысымыздағы кемшіліктерімізді әрдайым байқап жүруге қабілетті емеспіз. Бұл жерден бізге сол түзу ниетті кісілер жәрдемге келіп, кемшіліктерімізді байқап айтып тұрумен қателерімізді дұрыстауға және кемшіліктерден арылуға жәрдем береді. Басқа біреудің сенің қатеңді көріп, оны дұрыстауға жәрдем бергенінің, сенің өзіңдегі кемшілікті көріп, саған түзелуге көмек көрсетіп қойғанының несі жаман? Біз ақиқат сын пікір үшін ренжімей, керісінше оған рахмет айтуымыз керек. Басқа біреу бізге жақсы кеңесін, жәрдемін ұсынып жатыр. Біз болсақ, жүзімізді бұрып, наразы болып жүрміз. Енді барлық жағынан игілікті және екі дүниеде де бақытты болуға ұмтылған ақылды кісі солай жасай ма? Ақылға салып көрші. Уайым және денсаулық. Егер сен болар-болмас нәрсеге, не мүлдем жоқ жерден сары уайымға салынып, уайым жеп көндігіп қалған болсаң, онда өзіңнің денсаулығың туралы ойлан. Көпшілік кісілер барлық аурулар нервтің шаршауынан болатынын қазіргі кезде түсініп қалды. Дәрігерлер бұрын нервтің шаршаулары, сары уайымға салынулар және стресстер нерв системасын бұзып, әуелі жүрек және асқазан ауруларының пайда болуына түрткі болып, ас қорыту жүйесіндегі қалқан секілді бездердің жұмысын бұзатынын, гастритке, ревматизмге және асқазан жарасына, қант диабетінің көтерілуіне және жоғары қан қысымына алып келетінін дәлелдеген. Бұл тізімге тағы көп кеселдерді қосса болады. Тегі сендерге бұл аурулар керек пе? Әлде оларсыз мүшкілдерің аз болып қала ма? Теріс көңіл күйдегі эмоциялар біздің денсаулығымызды бұзады. Бұл қарапайым шындық бәріне белгілі. Демек, бізге зәру болған денсаулықты сақтау үшін сары уайымға батудан, қайғырудан, нервті жұқарта беруден және стресстерден қашуымыз керек. Үздіксіз қайғырудан бір қатар ауруларға шалдығып қалған кісіге бақытты болу өте қиын. Қуану өнері. Жүректің қуанышта және тыныштықта болуы ең ұлы жақсылықтардан болып саналады. Осылай болса да, бұл бәрінің қолынан келе бермейтін өнер. Кім бұл өнерге ие болса, ол өмірге қуана алады және оған берілген жақсылықтарды дұрыс пайдалана алады. Бірақ соған бәрінен бұрын бекемдік және шыдамдылық керек. Адам сынақтарды сабырлықпен, байсалдылықпен тосып алып, тосқауылдарды басып өтіп, өзін болар-болмас нәрселерге қапаланбауға үйретуі керек. Ерік-жігердің әлсіздігі, шыдамсыздық жүрекке қайғы мен
уайымнан басқа еш нәрсе алып келмейді. Көзқарастардың тарлығы да жүректерді қуаныштан алыс қылады. Өзіне ғана көңіл бұрып, басқаларды ойламау адамды еш уақытта бақытты қылмайды. Сондықтан сәт сайын жеке өзіне ғана көңіл бұра беруін тоқтатып, көңілін басқа біреулерге және айналасындағы болып жатқан оқиғаларға бұратын болса, әбден пайдалы болады. Кім жүрегінің қуанышқа толтырғысы келсе, ол бәрінен бұрын өзінің ақыл ойын ауыздықтауы керек. Өйткені ол асау ат сияқты. Тізгіні сәл босаса болды, ала қашады да тоқтауға мүмкін болмай қалады. Егер сен өзіңнің ой жүгіртуіңе еркіндік берсең, ол өткен өміріңнен асатын қайғы мен жағымсыз оқиғаларды алып келеді. Содан соң сен сол кезде қалай қайғырған болсаң, қайтадан сондай қайғыға батасың. Сондықтан оны ауыздықта да пайдалы іс-әрекеттерге бағытта. Әсте өлмейтін, мәңгі тірі Аллаға арқа сүйеп тәуекел ет. Фурқан сүресі 58. Қуануға ие болудың тағы бір маңызды шарты өмірдің мағынасын түсіну. Дүниелік жақсылықтар жоқ болатын, ешбір бағаға тұрмайтын өткінші нәрсе. Олар үшін қайғырудың қажеті жоқ. Бұл уақытша өмір. Біз көріп тұрған нәрсенің бәрі бір уақытта жоқ болады, және біз өзіміз бұл дүниені мәңгілікке тастап кетеміз. Кім қуанғысы келсе, қуаныштың келуін күтпей, себеп іздеу керек. Қуану біздің жаратылысымыздың бір бөлігі болып қалу керек. Дүние біздің жылауымызға, қайғырып қапалануымызға лайықты емес. Бұны түсіну ең маңызды іс. Әлбетте, біз қайғыны өмірімізден толығымен қуып шығара алмаймыз. Өйткені ол біздің жер үстіндегі өміріміздің бір бөлігі. Шын мәнінде, біз адамзатты машақат пен сынаққа толы өмірге жолдадық. Бәләт сүресі 4. Бар билік бір өзінің қолында болған, шексіз игілік пен құт берекенің жалғыз иесі Алла қандай ұлы. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Ол қайсы бірің анағұрлым игі һәм сауапты іс істер екен деп бәріңді сынап көру үшін өлім мен өмірді жаратты. Мүлк сүресі 1-2. Бұл дүние сынақ дүниесі. Ол қайғы мұңмен тығыз байланысқан. Солай болса да, біз өзімізге келген қайғыны мүмкін болғанша азайтуымыз керек. Біз қайғыдан мәңгілік пейіш жайда ғана толқытыла аламыз. Пейіштің тұрғындары былай деп айтады: бар мадақ пен шексіз шүкіршілік қайғы мұңды бізден мәңгілікке аластаған Аллаға арналады. Фатыр сүресі 34. Бұл дүниеде қайғы таусылмайды дегеннің дәлелі. Сондай-ақ ашу, жек көру де толығымен пейіш бақтарында ғана жойылады. Бұл дүниенің табиғатын біліп тұрып, ақылды пенде оған келген қайғыға және уайымға алданбауы керек. Керісінше, ол бар күшін жұмсап, бұл теріс сезімдермен күресу керек. Жер аралау, сапарға шығу. Сапарға шығудың пайдасы үлкен. Жер аралаған кісі көптеген жаңа нәрселерді ғана көріп қана қоймай, онда көрген нәрселерінен өзінің өмір тұрмысы хақында және жаратушысы туралы ойлануға уақыты болады. Кейде жаңа жерлерден адам бұрын көрмеген нәрсені көреді, бұрын түсінбеген нәрсесін түсінеді. Бір сапарға шығу кісінің бүкіл өмірін өзгертіп қою мүмкін. Жер кезіп қыдыру кісіге жаратқанның күш құдіреті мен хикметі туралы ойлануға себеп болады. Суық өлкелерде өмір сүрген кісі ыстық жаққа не шөлге келсе,
не тауда өмір сүрген кісі кең далаға келсе, ол жаратушы жаратқан табиғаттың көп қырлылығын байқайды да тағы бір мәрте Алланың бәріне құдіретті екеніне бекем сенеді. Саяхаттың өзгеше түрі дін ілімін іздеу үшін жасалған саяхаттар туралы да еске алуға болады. Біздің салихалы ата-бабаларымыздың ілім іздеу үшін жасаған саяхаттары мұсылман қауымының өзгешеліктерінің бірі болған. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтіп кеткеннен кейінгі алғашқы ғасырларда ілім сол уақыттағы қатынау қиыншылықтарына қарамастан сан мыңдаған шақырым жолдарды басып өтіп, бір аймақтан екінші аймаққа барып, жер аралап, мешіт медреселердегі білімді ұстаз ғалымдардан ілім алып, білімін жоғарылатып тұрған. Олар бір ғана ілім алу мақсатында әрқандай аймақтарға, қалаларға барған. Өз уақытындағы мешіт, медреселер олар үшін ілімнің кені болған. Сол кезде ілім іздеушілер жер аралап, мыңдаған ұстаз ғалымдарға жолығып, жан-жақты ілім алған және қазіргі уақытқа дейін қаншама пайдалы, қызықты және ғажайып жемісін беріп келе жатқан ғылыми еңбектерді қалдырған. Әсіресе хадис жинаған оқымысты ғалымдар көп саяхаттаған. Олар біреуден бір ауыз хадис есту үшін өте алыс қашықтықтарды басып өтіп, көптеген қиыншылықтарды бастарынан өткізген. Ұлы мұсылман оқымысты Ибн Исхақ 20 жасында Нишапурға, одан кейін Бұхараға барып, 45 жылдық сапарынан кейін 65 жасқа шыққанда үйіне қайтып келген. Сонда ол: «Мен шығыс пен батысты 2 мәрте аралап шықтым» деп айтқан. Атақты имам Бухаридің өмір бойы жер аралап жүріп жинаған хадис жинағы Сахихул Бухари кітабы Құран кәрімнен кейінгі орында тұратыны жалпыға белгілі. Ризалықты пендеден күтпе. Алла тағала адамдарды олар оны түсінетіндей етіп жаратқан. Және ол пенделері ризалық білдіріп, шүкір қылсын деп, оларға ризық береді. Соған қарамай, көпшілік кісілер оған сыйынбай, ризалықты басқаға, адамдарға білдіреді. Өйткені адам жаратылысынан өзіне жасалған жақсылықты ұмытып қалады. Жаратқан өзі берген мол ризық, жақсылықтарды да байқамайды. Сондықтан адамдардың жасаған жақсылықты білмей, шын жүректен жасаған қызметтеріңді байқамай қалғанына көп таңғалма. Бәлкім олар керек десең сенен ешқашан жақсылық көрмегенсіп, саған қастық қылып, тістерін қайрап, жаман көздерімен қарайтын шығар. Бұның бәрі сен мейірімділік танытып, оларға жақсылық жасағаның үшін ғана. Олар Аллаға және елшісіне неліктен мұншама өшікті десеңші? Алла өзінің шексіз шарапатымен, елшісі де Алланың қалауымен оларды мол байлыққа кенелтіп, жарылқағаннан басқа оларға не істеді дейсің? Тәубе сүресі 74. Айналаңа көз жүгіртіп, өткеніңді қарап көрші. Ұлын өсіріп, тәрбиелеген, оқытқан, ол ұйықтасын деп түнімен өзі ұйықтамаған, ол тойсын деп аш қалған, ол демалсын деп өзі тынбай жұмыс істеген өз ата-анаңның тарихын табасың. Өкінішке қарай, ұлы өсіп, жігіт болғанда әкесі одан тіл азарлық, немқұрайлы мәміле, тас бауырлық және жек көруден басқа еш нәрсе көрмегендер өте көп. Кім-кім өзінің жасаған жақсылықтары үшін адамдардан ризалық ала алмаса, сабыр сақтап, қалған көңілін өзі жұбатсын. Ризалық білдірмегендерге жаны ашыса болады. Олар үшін қайғыруға себеп те жоқ, өйткені жаратқанның сыйлықтары ешқашан таусылмайды. Оның қазынасы шексіз. Әлбетте бұл пенделерге жәрдем беруді, оларға жақсылық жасауды тоқтатыңдар деген сөз емес. Жай ғана адамдар саған ризалықпен жауап бермейтініне дайын бол, және сен олардың ондай мәмілесіне
мән берме деген сөз. Жақсылықты Алланың ризашылығы үшін жаса. Сонда сен қалай болса да игілікке жетесің. Саған адамдардың разы болмағаны, тәкаппарлығы және дөрекілігі зиян тигізбейді. Алланы мақта. Сен жақсылық жасап жатырсың ғой. Беруші қол, алушы қолдан жақсырақ екені белгілі. Біз сендерді тек Алла разылығы үшін тамақтандырудамыз. Бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарымта да, алғысты күтпейміз. Инсан сүресі 9. Көпшілік кісілер кейбір адамдардың жақсылық көре тұра, жақсылық жасаушыға ризалық білдірмегеніне таң қалады. Олар Алланы мұндай кісілер туралы адам баласы қиындыққа тап болса, жантайып жатып та, отырып та, тікесінен тік тұрып та, бізге үнемі дұға етіп, жалбарынумен болады. Ал дұғасын қабыл алып, қиындықтан құтқарғанымызда, басына келген бәледен құтылу үшін бізге еш дұға етпеген адамдай бәз баяғы қалпына қайта түсіп, түк болмағандай жүре береді. Міне, осылайша Алланың өздеріне берген өмір, ақыл, денсаулық, қабілет сынды баға жетпес нығметтерін орынсыз пайдаланып, шектен шыққандарға істеп жүрген істері шайтан тарапынан безендіріліп, кереметтей етіп көрсетілді. Юнус сүресі 12 деп айтқанын естімеген сияқты. Егер ақылсыз наданға қаламсап сыйласаң, кейін ол сол қаламсаппен қайта сені мазақтаған өлең жазса, оған таң қалма. Сондай-ақ сүйенсін, қой қайтарған сәтте пайдалансын деп біреуге таяқ берсең, бірақ ол таяқ үшін рахмет айтудың орнына сені басқа ұратын болса да, таң қалма. Бұларға мүлдем таң қалма. Өзінің жаратушысына және миллиондаған жақсылық берушісіне ризалық білдірмейтін адамдар сенің бір таяғыңа не бір қаламыңа ризалық білдіреді деп күтуге бола ма? Біреуге мылтық үйреттім, мерген болды, мені атты. Күшік бағып ит қылдым, балтырымды қанатты. Кісіге ренжіме, бір ғана Алланың ризалығы жеткілікті екенін ешқашан ұмытпа. Сонда өмірің тікенектен арылып, гүлге айналады. Авторы Аид Әл-Қарни. Мұңайма, бақыттың бұлағы және қайғы мұңның дауасы кітабынан үзінді. Аударған Қанат Сұлтанбекұлы.